Міржақып Дулатұлының нақыл сөздері. Ар-намыс, махаббат болмаған жерде адамшылық тұра ма? Бұл сипаттардың болуы үшін адам баласы азат, тәрбиелі болуға тиіс. Әркім өз қолынан келгенше жомарт. Жер жүзіндегі езілген жұрттардың бірі біздің қазақ-қырғыз екені рас болса, бұл жұртты теңгеру үшін көзін ашып, өнер-білім үйретіп, үгіт-насихат тарату қажет болса, қазақ-қырғыз тіліне тоқтаусыз жол ашып, бүгіннен бастап тілмаш жоқ, мінекей тақсыр, тілмаш жоқ дегізіп, қазақ-қырғызды енді сандалатпау керек. Әкеде де әке, балада да бала бар. Зиялы қауым халықтың қамын ойлауға міндетті. Ғылым үйрен, көзің ашылады. Әркімнің ізіне түсіп қуған, үйренген бір ісі болады. Сол ісін ол басқалардан артығырақ біледі. Егер оқытуды машықтап, ол оқытудың һәм оқытқан нәрселерінің асыл тәртібін, түп негізін анық білетін кісілер жазу хақында өз пікірлерін түсінікті етіп жазса, сынаушы деп соларды айтуға жарайды. Қазақта жазылмайтын бір ауру бар, келмейді мінін айтсаң жаратқысы. Пайдасыз мылжың сөзді әркім айтар. Дүниеде кедейлік жоқ өнерпазға. Білгенге қиын емес кету байып. Халықтың жайын, салтын, рәсімін, тілін білмейтін сот емес сор. Қазақ тілін іске асыратын болсақ, қазақ әдебиетін күшейтеміз десек, ең алдымен істің санын салмақтамай, сапасын ескеруіміз керек. Ол үшін қазақша деп жазылған сөздердің әлгі кемшілігін құрту керек. Оны құрту үшін әуелі бел кемшіліктің қандай екенін білу керек. Ақиқат жеңер жалғанды. Өзің білгеніңді халқыңа үйрет. Қызығы бұл жалғанның малменен бас. Бой тежеу, жүрексіну дұрыс емес, шашылған ризықты теріп татпай. Жігіттің несі жігіт босқа жүрген, қызметпен пайда беріп халыққа жақпай. Дос емес, дос сыртынан жамандаған. Алыс пенен жақын ойлы болмас жолдас, қас қылған жолдасына жігіт оңбас. Ұл қыз демей баланы оқыт, қазақ. Салт сананың негізі елдің қолданған кәсібінде. Өзінің тарихын жоғалтқан жұрт, өзінің тарихын ұмытқан ел, қайда жүріп, қайда тұрғандығын, не істеп, не қойғандығын білмейді. Келешекте басына қандай күн туатындығына көзі жетпейді. Жалғыз білім үйретуге емес, біліммен бірге жақсы тәрбиені қоса беру керек. Бізбен болғандарыңызға рахмет, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар.